Аққысына қалды екен, не істесе екен ана ботан? Мен аққасқа бірдеңке айтамай жүр. Айтсам күмәнданып қалады сияқты. Арсен районына барғым келеді. Арсенмен жүргім келеді. Аққысына қалай алып. Айтсам бола ма екен, не істедік? Айтып көрейін. Үйіне қайтсын ботан. Біздің жігіттер қайда екен, не қайда деп ойлайсың? Төбелес жүрген жоқ тағы. О, Сап, как дела? Нормально, өзің қалайсың? Нормально. Че там, не тема? Менде тема дегенде ше, Айрис бар емес па? Иә. Сол Рома қырындап жүрген ше. Енді білдің ба? Соны, короче, екеуміз бір жақта ету керекпіз. Бопты. Так, маған ерікте ұнамай жүр. Жаппайды. Қылықтары вообще ұнамайды маған. Айтпақшы, ол ерікті қоя берсейші, Аққасың районда Кука бар ғой, Куканы сындырып алсайшы, өзі де кетер емес қой. Шаш беріп ала ма? Иә. Ал бірақ қазір Аққастың районда емес қой. Неге? Білмеймін, шар жерді деп айтып жатқан екен ромалар. Но көру керек, нормальный бала сияқты. Екеуің әдемі жаратасыңдар. Қоя тұршы бірінші орын. Тәні Айрыстың жан шаруы. Жүр соған, жүр. Шай. Ана соңғы кездер Эрик маған жақпай жүр чота ше. Ана сары жигулидің ходокусын жөндей береді. Сол сияқты мен де өзіме бір қыз тауып алғым келеді. Ана видео салон қойып қояды. Өзің қызың болса жақсы да. Ана видео салонға сеніммен қарайсың. Тоқташы бауырым. Иә? Жүрсің біздің районда? Жеке район ма не? Жүргімей ма не? Иә, жеке район. Не болды жүрсе? Не болды саған не? Көкірегін басып сөйлетсің ба? Кімсің сен? Рома! Короче, біздің районда жүруші ма түсіндің ба? Жалпы қайға баратсың өзі? Видео салонға? Ха, видео салонға ма? Болды. Бауырым, алай бетті. Жүр, видео салонға. Болды, жүр. Өзім апарам ғой, видео салонға барасың. Терминатор деген кино болады. Содан кейін тағы бір кино болады. Бірақ сендерге болмайды. Кеде өрге ойнамай. Сыдырасың. Жоқтам, Рома, братан. Немеге таяқ соғасың, өткендегідей ұрайын деп тұрсың ба енді? Жоғы, қайда құрған? Короче, бағана жолда бір анау көрікпел дейді ма? Көрікпел кісі дейді ғой. Соны көргем, айтқан, короче, осы таяқты жасаң районында главар боласың деді ғой маған. Қош, рас ба? Иә, рас. Айтты. В общем, бар ғой ше. Конкретно шықсақ десем, аяқ тартып, мені главар сезініп, өзіңді менен төмен санап дегендей ощущение болып тұрған жоқ па ешқандай? Жоқ, болып тұр. Аяғым тартып тұр. Бірақ бұл жіберілсе жаман тебеді да, таяғымен қосып теуіп жібереді да қазір. Жалпы көрмейсің ба сен өзің бұл? Бір камера ұстап көрейін. О, енді өзімді бір главар сезініп тұрмын. Жоғы, Рома братан, просто ана көрікпел кісі айтты ғой, ондайым жоқ. Қайдағы жоқ, көріп білген сен. Главар болғанда таяқ көмектеспейді. Ол үшін жүрек керек та, ал ана таяғын. Көресіз Дима, өткенде өзің көрдің ғой, Арсеннің брат адамы қайтып ұйықтайын деп қалған. В общем, соның братандарына балдарды бәрін жинап ответкісін беруіміз керек, брат. Сен оған дейін қолыңды шеш, балдарды жина, заттарды тарт, машиналарды дайында, түсіндің ба? Болды ғой, абны білесің ғой. Бұл қол шешіледі да. Аннада екеуім бар ғой, таразымсың, жеп қойым ғой. Просто олар 78 болғандықтары рөл ойнап тұр ғой, брат. Ары кетсе, 81 болған да. Надо учит бар ғой, мұна қолда ешкім тірі шықпаған, өлтіріп тастай салам. Просто әке-шешемді ойлаймын да ше, дұрыс болғанда ұйықтатып жіберуге болады да, жарайсың ғой. Брат, оның бәрі мақұлық қоя тұр да. Анау арай бар ғой біздің райондағы ше. Соған барып қайтуым керек. Неге? Бір-екі шаруалар бар. Шаруа болған андай. Сен ұнату деген тема емес, брат. Анау Роман райондағы Айрис деген қыз бар ғой. Сол туралы информация білу керек маған. Просто, короче, Заринрадан сұрасаң ұят. Арай енді онша араласпаған екен, хотя бы сырттай болсын танитын шығар ана қызды. Сөйлесу. Мен арай аңқаулық айтып қояды. Аңқаулығын пайдаланып қалу керек шығар, брат, может. Сонда сөйтік те, брат, отыра бермейді да. Жоқ, брат, кеттім мен онда ше. Заринаға да жүрдік. Арай, как раз сені іздеп жүремін. Саған қоятын бір сұрақтарым мен әңгіме бар, короче. Анау Роман районына келген Айрис деген қыз бар ғой, білесің ғой, Иә, сүттай көргем. В общем, сол қыз туралы информация керек. Қай жылғы, ұнататын жігіті бар ма, қай жерден келді. До конца маған несі керек болады, информация керек.
Одан мен саған оны тауып бере алмаймын ғой. Қызсың ғой, араласатын жарсың да. Сырттай байқағам ғой. Но оны білетінмін, Арсеннен кішкене сұрағам, 82-ші жылғы қыз. Ұнататын жігіті. Ол жағын білмеймін енді, районға жақында келді ғой. Как раз мен 81, ол 82, бір жас. Нормально. Өзін тәрбиелеп алам. Короче, мынандай болып тұр ғой. Саған тапсырма, короче. Мен саған гүл беріп жіберем, подарка беріп жіберем, и сен сол қызды апарып бересің. Аққастан деп, түсіндің бе? Көру керек. Көру керек емес, жүр апарып бересің. Арсен қайға кетіп қалды, Ассалаумағалейкум. Арсен қойсын. Жақсысың қалайсың? Жодан қаяқтан брат? Соны анау ёбаный аққастардан келе жатырмын. Не дейді? В общем, темаға шақырып жатыр. Басқа не дейді? Солардың ақ темасы түспейді ғой. Естимісің? Ничего. Асик братанмен, Оли братан қайтсын. Көттерін айырып алады олар. Брат, бір рет болсын өзіміз шешіп көрейік, қызық болсын. Давай. Кукалар шақырып па? Иә. Айыр. Қалайсыңдар достар, өздеріңіз көптен бері сұрап жүрген Қызыл Гриша сериалы шыға ма? Я, ол шығады. Когда менің ютубтағы подписчигім 80 мыңға жеткен кезде. Сіздерде сұрақ болып тұрған шығар, неге именно 80 мыңға жеткен кезде? Вот 80 мыңға шыққан кезде менде өте керемет бомба жаңалық бар, мен керемет іс істейін деп жатырмын. Соны білгілеріңіз келсе, ертерек 80 мыңға жеткізейік, каналға тіркеліп кетейік, лайк басайық, және достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерге сенемін.